біз кез келген жағдайда билікті кінәлауға дайын тұрамыз да, бірақ әр адам, меніңше, әр ата-ана өзінің отбасынан өзінен бастау керек деп ойлаймын. Халық мемлекеттік арналарға көп сенбейді. Біз халықтың сауатын арттыру керек, біз көтеру керек. Біз кино деген идеологияның бір құралы ғой. Ата-аналар чатын ашып қарасаңыз, бәрі-бірімен орысша сөйлесіп отыр. Сайттардың деңгейі қазір төмен түсіп кеткен сияқты маған. Бізде журналистік зерттеу деген жоқ. Бәрі сондай хайптың, арзан дүниенің жетегінде кеткен. Баспасөз қызметтеріне біраз кішкене көп нәрсені үйрену керек сияқты. Бізде білесіз ғой, қалай болатыны. Ақша миллиардтар бөлінеді, жұтылып кетеді. Посттың деңгейінде депутаттық сауал көтеріп жатады ғой. Өте тез ұмытамыз, тез ұмытшақ халықпыз біздің қоғамда. Мейірім жоқ. Өзім өте оптимист адаммын, бірақ пессимизмге толы болып кеткен сияқты көрінеді маған негізі қоғам. Әкені сыйлау керекпіз біз, бірақ әкені қалай сыйлау керекпіз? Қорқып емес, әйелдерге көбірек билік беру керек деп ойлаймын. Бізде қазір оппозиция дейтін оппозицияда қалмады ғой. Осы уақыт жөнінде адамдардың пікірі екіге бөліне ма дедім. Жаңа Қазақстан емес, керісінше кері еткен Қазақстан дейтін мен. Жүйені өзгертіп, жемқорлықты жою, екі-ақ сөзбен айтсам. Шын мемлекетке қызмет еткен жастарды өсірмей, мемлекет дамымайды. Кім жағымпазданады, кім Фейсбукқа күшті пост жазады, қазір сол бір күні бір жерде қызметте отырады. Армысыздар, ардақты ағайын, мүмкін емес, не может быть YouTube арнасындағы кезекті шығарылымыз эфирге шығып отыр. Олай болса, елімізге бетке ұстар журналистердің бірі, телевидение саласының майталманы, өткір тілді ұшқыр қаламды әріптестім Гүлбану Әниятқызы бүгінгі студиямыздың қадірменді қонағы. Қош келдіңіз, Гүлеке. Кеш жарық. Бүгінгі эфирімізде елімізде болып жатқан барлық құбылыстарға тоқталып өтсек деген мақсат бар. Оның ішінде қоғамда болып жатқан неше түрлі оқиғалар бар қазір, өзгерістер, келеңсіз, миға сыймайтын да құбылыстар болып жатады. Соларды да біз енді назардан тыс қалдырмаймыз. Ең бірінші, журналистер арасында өзіңізді біздің әріптестер жақсы біледі. Бірақ YouTube арнасының ерекшелігі сол, бізді Қазақстан ғана емес, бүкіл әлемнің түкпір-түкпірінде азаматтар көріп отыр. Сондықтан өзіңізді қысқаша бір таныстырып өтсеңіз көрермендерге, қайда тудыңыз, қайда білім алдыңыз дегендей, отбасыңыз туралы жеке өзіңізге қатысты. Рахмет, Рауан. Алдымен осы бүгінгі YouTube арнасына сұхбатқа шақырып, осылай әңгімелесеміз деп шақырғанға көптен көп өзіңе алғыс білдіремін. Енді мен телевидение саласында, жалпы журналистика саласында 20 жылдан бері қызмет етіп келе жатырмын. Қазір Қазақстан ұлттық телеарнасының ақпарат сараптамалық бөлімінде креативті продюсер болып жұмыс істеймін. Осыған дейін 31-ші телеарнада, 31-ші арнаның осы жақтағы Астанадағы филиалын басқардым. Одан кейін 7-ші арнада жаңалықтар бөлімін басқардым. Талай жыл журналист болып жұмыс істедім. Астана телеарнасында жұмыс істедім. Алматы телеарнасында жұмыс істедім. Енді тілші болып осы жаңалықтарға қызмет еттік біраз. Өзім Алматы облысы Райымбек ауданының тумасымын. Қазір 2 қызым бар, отбасым бар. Қызымның біреуі кішісі ерекше қыз. Қоғамға осы ерекше қыздың, ерекше жандардың, мүгедек бала асырап отырған аналардың жанайқайын жеткізіп, біраз уақыттан бері әлеуметтік желіде соның мәселелерін көтеріп айтып келе жатырмын. Сондай ерекше бала өсіріп отырған аналарға қолымнан келгенше мотивация беріп жүрмін. Телевидениеға мен бұрын газеттерде жұмыс істегенмін. Азат, Қазақстан заман деген газеттерде. Сол газетте жұмыс істеп жүрген кезде телевидениеде жұмыс істейтін журналистерге қатты қызығатынмын. Себебі біз газет аптасына 1 рет шығатын болса, бүгінгі болған жаңалықты біз 1 аптадан кейін беріп жатамыз да, асықпай ескіріп кеткен. Ал телевидениеде жұмыс істейтіндер таңертең түске шейін болып жатқан дүниені қарасын кеше жақын эфирден көріп, енді ол кезде қазіргідей әлеуметтік желі дамымаған, адамдардың бәрі телевизор көретін. Сөйтіп қызығып жүрдім да, сосын кейін сол газетте жүрген кезінде резюмемді лақтырдым, Алматы телеарнасына тілші керек дегенді естіп. Сол жерде мені шақырды, 1 күн стажировкада болдым. Қызық болғанда жаңағы сол журналист екеуміз бір съемкаға бірге барып, бір арықтар тазалайтын Алматыда сондай бір съемка болды да. Сол жерде екеумізге де текст жазғызды. Енді текст өлтіреміз ғой, газетте істегеннен кейін қатырамыз. Соны жазып бердім, менің текстім эфирге өтіп кеткен, ана журналистік емес. И сол күні мен кешке жақын жұмысқа алынғанмын. Телевидениеге осылай келдім. Содан бастап. Тамаша. Енді телевидениені бір бастап кеткеннен кейін соңына дейін шарп өтейік. Мынандай бір
қазір қоғамда сөз бар. Қазіргі телевидение бұрынғы телевидениемен салыстырғанда сапасы төмендеп кетті деген көп сындар айтылып жатады. Оның ішінде мынау 20 миллион қазақстандықты тартып әкететін, елең еткізетін контенттің жоқ қасы дейді. Сонымен келісесіз бе? Келісуге де болады, келіспеуге де болады. Неге келісем? Себебі қазір әлеуметтік желі, жаңа айтып кеттім, қатты дамып кеткен заман болды. Адамдар ақпаратты қазір не көп? Инстаграм каналдар көп, Телеграм каналдары көп, одан қалды Фейсбук бар, ТикТок бар. Сол жерде мысалға қазір болған оқиға адамдардың өзі тікелейге шығатын болған, бір жерден бір апат болды дейік, рапат болды дейік, немесе бір өрт болды дейік, адамдар қаза тапқан дейік, немесе бір оқиға болды дейік, сол жерден адамдар өздері видеоға түсіріп ақпарат тарата салады. Содан кейін адамдар кешке жақын оның телевизордың несін көреді, тура соны қайталап беретін болсаң. Бірақ телевидениенің өзінің атқаратын рөлі бар деп ойлаймын мен. Себебі сіз мысалға ЗТВ дейміз, жарнама болып кетпесін, енді жалпы бір жерден ақпаратты білдіңіз. Бүгін жаңағы Талғарда мынандай оқиға болды. Жаңағы Шерзаттың үйі өртеніп кетті деген бір қысқа ғана ақпаратты оқуыңыз мүмкін. Мүмкін ол жерде министрдің комментарийін оқуыңыз мүмкін. Болды. Сіз қысқа нұсқа ақпаратты көрдіңіз, болды. Телевидениенің рөлінде біз біріншіден ол өте жан-жақты тексерілген, факт-чекинг жасалған, яғни нақты ақпарат. Мысалға, ол жаңа пабликтердегі, телеграм арналардағы кейбір ақпараттар тексерілмеген, жалған болуы да мүмкін. Ол біріншіден сондай тексерілген, факт-чекингтен өткен ақпарат. Екіншіден, телевидениенің рөлі қандай? Жан-жақтан зерттеп, оны салыстырып, сізге қандай да бір тұжырым жасап, яғни дайындап, былайша айтқанда қонақ шақырғанда сіз барлығын бір ұсынып, ең соңында етіңізді, салатыңызды, тамағыңызды, десертіңізге шейін бересіз ғой. Сол сияқты телевидение оның бәрін өткізіп, бір сараптап, сөйтіп сізге дайын күйінде ұсынады. Өткізіп дайындап ұсынады. Яғни сіз ана жерден, мына жерден жұлған ақпарат емес, сіз толыққанды ақпаратты телевидениеден аласыз. Сондықтан телевидениенің өзінің атқаратын рөлі, оның халыққа берері бар деп ойлаймын. Егер ол телевидение керек болмаса, дамыған елдерде әлі күнге шейін телевидениені қарайды ғой, әлі күнге шейін көреді. Оларда мысалға әлеуметтік желі жоқ дейсіз бе? Бар. Сондықтан халық өз керегін өз керек жерінен тауып алады деп ойлаймын. Мен кесібен келсем, бірақ мында сұрақ мынадай болып тұрды. Жақында бір студияға келген қонағымыз айтып отыр. Телевидение бар дейді, бірақ ол YouTube-қа көшіп кеткен дейді. Менің қояр сұрағым әсіресе мемлекеттік арналарға қатысты. Солар көп жағдайда цифрландырудан, жаңағы сандық технологиялардан кішкене кенжелеп артта қалып қойып жатқан жоқ па? Бүкіл өздерінің контенттерін YouTube-ке ауыстырып, оны маркетинг, жарнамалау жолдары неге халыққа жетпейді деймін да. Көбінесе сол бір арзан күлкі бір контенттерді көріп жатады да, ешқандай тәрбиелік мәні жоқ. Сол жағынан кішкене қалай жұмыс істейміз, сол жағын қалай түзетеміз деген бір ой кей кезде келеді маған да. Қараңыз, мемлекеттік арналар істеп жатыр қолынан келген. Ешқандай ол трендтен де, цифрлықтан да, дамудан да ештеңеден қалып жатқан жоқ. Бұл жерде мен жалпы біздегі жүйені айтатын едім да. Мысалға, халық бұрыннан келетқан Қазақстанмен хабарда көрсетілген мемлекетте тұрғым келеді дейтін бір халық ішінде бір әзіл бар ғой. Яғни халық мемлекеттік арналарға көбіне көп сенбейді. Сенбегеннен кейін көрмейді деп. Сол жағдайды қалай түзетеміз? Сол сенбегеннен кейін көрмейді деп ойлаймын. Әйтпесе мемлекеттік арналар қолынан келгенше түрлі сапалы контенттер ұсынып жатыр. Енді мен айтсам бір мақтанғандай боламын. Мысалға бізде ұлттық арнада неше түрлі хабарлар шығып жатыр, шықты да. Мысалға технократтар талқысы деген болды. Яғни ол кәдімгі біздің әсіресе жастарды, балаларды ғылымға, инновацияға шақыратын, үйрететін сондай керемет контент, бірақ рейтингі 0. Ешкім көрмейді. Жарнамасы дұрыс емес па? Жоқ, жарнамадан емес ол. Халық өзі таңдайды ғой. Ал анау өзге телеарналарда қалаулым сияқты, болмаса бір хайп, бір-бірін ұрып атқан, немесе бір-бірін жала жауып соттасып жатқан, анау неде студияда қырылысып жатқан дүниелерді көрсетсең, халық соны жаппай соны көріп отыра қалып көреді. Бұл халықтың психологиясы да біздің. Енді ол халықтың психологиясы сондай нәрсені құмар. TikTok'та да сондай ғой. Қан, қылмысты көрсетсең, болмаса сондай жеңіл желпен жаңа Мұрат Әбділданың эфирі мысалға миллиондаған адам көреді дейді. Ол жаңа ойына келгенін істейді, ананы айтады, болмаса бір неше түрлі әйелдер шығып отырады ғой TikTok'тан, аузына келген оттап отырады, бірақ ел соны көреді. Бұл жерде халықтың психологиясы. Біз халықтың сауатын арттыру керекпіз, көтеру керекпіз деп ойлаймын.
идеологияны біз реттеу керекпіз. Жаңағы бала вот соған қатысты өзіңіз айтыңызшы, сіз 2 баланың анасысыз. Балағат сөздің өзі бізде кинолардың қазір қазақстандықтар түсіріп жатқан кез келген кино комедиялар ашып қалсаңыз. Комедиялар толып жатыр. Анау соңғы мен көрдім, Заманбек деген кино. Іші толған, бір қарағанда адамдар арасындағы достықты соны насихаттаған фильм ғой, былай қарасаң ше, бір көруге сияқты. Бірақ іші толған боқтық кино, боқтық сөздер, балағат сөздер. Біз комедияны түсіргеннің өзінде киноларда мысалға, енді кино деген идеологияның бір құралы ғой, соны көргенін істейді кәдімгідей. Балалар көреді, жастар көреді сол киноның бәрін. Идеологияның бір құралы дейміз, бірақ біз сол комедияның өзін күлдіру үшін сондай бір анайы сөздерді, балағат сөздерді, сондай бір түкке тұрмайтын дүниелерді қолдану арқылы, соны киноға енгізу арқылы арзан дүниемен күлдіргіміз келеді да. Ол өте меніңше дұрыс емес деймін. Енді оны демек қадағалайтын бір сол киноларды бір комиссия құрылу керек шығар. Мәдениет министрлігі отыр ғой, ішінде көркемдік не бар ғой, комиссия бар ғой. Содан бір өткізу керек, оларға тыйым салу керек шығар, бір білмеймін, арнайы заң шығару керек шығар. Сондай дүние. Жаңағы баланың бәрін телефон тәрбиелеп жатыр. Реальный дүниені айтайықшы, шынымен. Мен телевизорды мысалға, мен өзім телевидениеде істесем де, менің 2 қызым да, ол кішкентай енді 8-де, 6-да, бірақ олар балапанды көреді деп мен өтірік айтпай қояйын. Олардың көретін телефон. Мен бірағын бермеуге тырысамын, бірақ сен мына жақтан қанша тосқауыл қойсаң да, қасындағылардан көреді. Телефоны жоқ, мысалға менің 8-дегі қызымның әлі алып берген жоқпын. Қолында ешқандай телефоны жоқ, кәдімгі Nokia бар ғой, кнопочный. Соны байланыс үшін ғана алып беріп қойғанбыз, көрмейді. Бірақ YouTube-тан басқадан көріп қояды ғой бәрібір. Анаған қызығады, мынаған қызығады, көреді. Сонда оның қызығатыны жаңағы бір неше түрлі шетелдің бір нелеріне, бір анимациялық бір соларға еліктейді да, соларды көреді, соларды айтады кәдімгідей. Орысша сөйлей бастады, тілі таза қазақша шыққан. Себебі ауладағы балалардың бәрі орысша сөйлейді. Бұның басында буллингте болды, қоспай. Жаңағы сен қазақша, орысша білмейсің деп. Яғни мектепке барғалы, бұл балабақшаға бармаған қыз ғой, осы аулаға осы 6 жасынан бастап көбірек жаңағы балаларын араласқалы бері орысша сөйлейтін болды менің қызым мысалға. Оны тәрбиелеп жатқан орта біздің қоғам. Себебі біз кез келген жағдайда билікті кінәлауға дайын тұрамыз да, бірақ әр адам, меніңше, әр ата-ана өзінің отбасынан өзінен бастау керек деп ойлаймын. Сол тәрбиені де, сол орысша сөйлемек, ана тілінде сөйлеуді үйретуді де. Біздің ата-аналар чатын ашып қарасаңыз, бәрі бір-бірімен орысша сөйлесіп отырады. Немесе көршілердің чатын ашып қараңызшы, бәрі бір-бірімен орысша сөйлесіп отырады ғой. Толған 99% соның қазақ. Бірақ орысша сөйлесіп отырады бір-бірімен. Соған айтқан жоқ қой мемлекеттен. Қасым-Жомарт Тоқаев, сендер чаттарыңда орысша сөйлесіңдер көршілеріңде. Болмаса там үкімет, болмаса бірақ неге сөйлемейді, сонда бір тағы да қасірет. Сол сияқты жаңағы басында ең бірінші қойған сұрағыңыз қаржылық сауатты көтеру үшін не істейміз деп. Қазір енді бір кездері бір тренд болып кеткен, анау Құралай ханымнан бастап бәрі сол психологтардың соңында бай болуды, жаңағы әйел болуды, ойбай, күйеуіңді қалай не қылу керек, жаңағы отбасын үйтіп ұстау керек, баптап ұстау керек деген бір тренд болды, ол да қазір қалды. Кішкене меніңше қазір ол неден фильтрден өткен сияқты. Халық қазір кішкене қаржылық сауатқа, кішкене сондай блогерлер шыға бастаған байқасаңыз ше, қаржылық сауатты үйрететін, үй алудың енді тәсілдерін үйрететін, жолдарын үйрететін, жаңа қаржыны қалай жинау керек, биткоин, жаңа алтынға салу керек па, облигация, құнды қағаздар деген сияқты соны түсіндіретін, сосын қазақша спикерлер. Бірақ біздің, мен сізге айтайын, елдің бәрін көретіні қазір телевидение емес, жаңа телефон, әлеуметтік желі деп отырмыз ғой, сол тиктогыңыз болсын, сол инстаграмыңыз болсын, сол фейсбукты айтпай ақ қояйын, әсіресе фейсбукқа қарапайым кіре бермейді, ол жерде көбіне журналистер, жаңағы зиялы қауым, зиянды қауым ба, зиялы қауым ба, солар отырады. Көбіне отырады, жаңағылар тикток пен инстаграмда отырады да. Вот соларға сапалы қазақша контент жетіспейді. Мен сізге осыны айтар едім. Сапалы, мен кейде бір нәрсені жазып қойсам, сіз қазақша күшті түсіндіресіз, күшті айтасыз ғой дейді. Мен уақытым жете бермейді. Қолыңызға аласыз ғой деймін сол. Қолыма аламын ғой деймін сол. Сонымен айтам, тиісті органдар ай қарап отыр ма, қайда қарап отыр, сол контент неге ұсынбайды деймін. Мен ана тиісті органдарға мүмкін енді осыны көріп қалса айтар едім, ана 20 мыңдық блогерлер жайлы Фейсбукқа пост жазғыларша. Осы қазақша контентке ақша бөліп, қазақша контентке керісінше сапалы, жаңағы біз айтып отырған қаржылық сауаттылық, мейлі, білмеймін, алданбау, алаяқтарға қазір көп қалданады. Сондай дүниелерді сіз тиктокқа, инстаграмға салсаңыз, ол өтеді, оны көреді ел жұрт. Біз айта берсек, көрсете берсек, айта берсек, бір күні болмаса біреу әйтеуір қабылдайды ғой. Мына мимен қабылдау деген басқаша ғой, визуалды түрде былай қабылдау. Меніңше халықтың жаңағы мемлекеттік арналарды ол ешкім көрмейді деп жатырмыз, оған сенбейді деп
жатырмыз. Оның ең тиімді жолы осы әлеуметтік желі арқылы соны ақпарат министрлігі қолға алу керек. Жаңа идеологиямен айналысатындар деп ойлаймын. Мен енді журналист ретіндегі пікірім осындай. Жаңа сіз жақсы айттыңыз, өзіңіздің қызыңыздан үлкен жақсы пример жасадыңыз да. Иә. Шетелдің анимацияларын ерекше қарайды деп ықыласпен. Неско дей ма, Мицури дей ма. Иә. Бізде енді кішкентай күнімізде жаңағы үш мушкетер болып киініп, жалмауыз кемпір болып киініп, жаңағы болмаса индийский кинолардағы бір матаны орап алып мына жерімізге, өйткені индийский кино көретін қой кішкентай күнде. Бізде сондай еліктедік қой, енді ол бала уақытша деп ойлаймын. Бірақ себебі қазір қазақша ешкім қыз жібекке еліктемейді. Кішкентай балалар. Олар наурызда ғана кию керек деген түсінік бар оларда. Болмаса жаңағы біздің батырларға ешкім еліктемейді. Болмаса біздің ғұламаларымызға ешкім еліктемейді. Олар шетелдің жаңағы Мицури, Неско деймі, құдай неше түрлі аттар тілім жатасады мен. Сосын 30 октябрьде Хэллоуин болды, соған киініп алады. Хэллоуинге киініп алады, беттерін бояп алады, страшный бірдеңке жасап алады. Енді мен қазір квадробер деп шулап жатыр ғой. Мен мысалы оғанда соншалықты квадробер жаңағы мысық болып кеткен, ит болып кеткен ешкімді көрген жоқпын көшеде. Мияулап жүрген. Хайп жүрген. Иә, хайп. Ол просто батыстың трендтері ғой. Иә, соны Ресейдің айтқанына қосылу деп мен оны солай қабылдаймын, бірақ кішкентай күнде бізде түлкі болып қасқыр болып киініп бардық қой жаңа жылда. Ничего, бәріміз жаман болған жоқпыз ғой. Иә. Енді мен сіздің жаңа ойыңызды ары қарай тарқатқым келіп отыр. Себебі жаңа айттыңыз, қызыңыз шетелдік анимацияларға қарайды, еліктейді, соларды жан тәнімен көреді, ішіне кіріп кетеді. Неге деймін да, осы сіз бір ғана отбасысыз Қазақстанда. Қаншама отбасы бар мыңдаған да. Сол отбасылардың бәрін ішін зерттеп, жаңағы балапан арнасы, Қазақстан ұлттық хабар болсын, бәрі қосылып, балаларға не қажет, сол контентті неге ұсынбайды? Сол бала анау ютубта көріп жатқанда неге анда алып шықпайды деймін. Не оларға кедергі? Осы өткен аптада ғана сол балапан жобасының жаңағы анонсы дейді ғой, соны жаңағы бірқатар анимациялық компаниялардан таныстырылымы өтті. Сол кезде біздің төрайым жаңа Ләззат Мұратқызы айтты, біз мына заманның ағымына сұранысқа орай соның ішінен соған келетін шетелдік контенттердің ішінен іріктеп алып ұсынамыз деді. Енді биылғы жылы сондай контенттер болады деп үміттенемін. Мен балапан арнасының толық картинасын білмеймін, бірақ мен сол кездегі сол таныстырған кезінен осындай дүние болғанын білемін. Сондықтан енді 2025 жылы күтейік. Жақсы. Қазіргі тележурналистикада әлеуметтік медианың рөлі қандай деп өзіңіз ойлайсыз? Жеке басыңыздың позицияңыз бұл журналистердің жұмыс тәсілдерін өзгертуіне қалай әсер етті? Именно журналистикада әлеуметтік медиа, социальный медиа. Көшіп кетті ма толық, әлде классикалық қалды ма? Екеуі де қатар дамып жатыр деп ойлаймын. Өйткені қазір мысалға мынандай сөз бар ғой, жаңа айттық қой, телевидение кішкене артта қалып жатса, газеттерің керісінше осы заманға өздері ыңғайластырылып сайтқа көшіп жатыр ғой қазір газеттердің бәрі. Олар өздерінің жаңағы оқырмандарының санын көбейтпесе азайтып жатқан жоқ. Бірақ жаңа телевидение айттық, сондай бір әдіс тәсілдерін тауып ютубте санын көбейтсе, сол секілді бір басқа ұлттық телеарналарда да сондай бір қадамдар болса деймін да, неге соған бір бейімделіп бүкіл бағдарламасын полностью неге ауыстырмайды ютубке деймін? Кім кедергі? Вот соған өзіңіздің бір көзқарасыңыз. Өзіміздің ұлттық арна туралы айтатындай оның құзырым жоқ, неге өйтпейтін себебі мен оның жалпы өзіңіз енді жалпы түсінігім бойынша қазір тұтынушы ретінде сайттар, әлеуметтік жаңағы газеттер сайтқа ауысып кетті дегенмен, бірақ сайттардың деңгейі қазір төмен түсіп кеткен сияқты маған. Себебі олар сайттар не істейді? Сайттарды ешкім оқымайтын болған ғой қазір. Газеттердің аттарын айтпай-ақ қояйын. Сондықтан олар қазір не істейді? Қазір мен бір пост жазайыншы, қайырымдылық қорларын тексеру керек, бұлардың ешқайсысына сенбеймін деп. Соны алады да олар менің постымнан жаңалық жасап қояды. Болмаса Ерке Есмахан баласының бір бетін көрсетіп қойсыншы. Ерке Есмахан баласының бетін көрсетіп баласының түрін көрсетіп жұртты шулатты. Неменесі шулатты дейсің олай қалсын? Сосын ананың тақырыбын қарайды да, бір саржағал дейміз ғой, сондай сайттар бізде өте көбейіп кетті да. Оларды білмеймін, енді қадағалап жатқан ешкім жоқ сияқты болып кетеді кейбір кезде қарасам. Тақырыптары енді сауатсыз болғанда өте әлеуметтік желіге алдынан жарнама болып шығып тұрады ғой, көремін да, неше түрлі сайттар. Кәдімгі мен бір сторис сала салсам, анау кім болған атын есіме түспей қалды. Соған үйде берілу керек, көшеде берілу керек деп. Соны бір сайт мақала қылып шығарып қойған ғой, сториске сала салған дүниені. Мен күлем да, қазір бірдеңе десе, соны іліп алып
жаңалық шығарып кеткен. Ал тексерілмеген ол рас па, рас емес, жаңа сіз айтқандай факт чекинг деген болу керек қой. Иә, мысалға мен ана кімге жазда мәжіліс депутаты Ринат Зайтовқа көлік сыйлады ғой. Сол кезде ол депутат көлікті алуға жаңа депутат этикасына сай ол сыйға тартқан ондай қымбат затты бас тарту керек, немесе 2 апта ішінде оны сатып ақшасын мемлекетке құю қажет та. Мен соны сөйтіп жаздым да, бірақ енді Ринат Зайтов ақын ғой, эмоцияға беріліп бір қуанғаны шығар деп қойғам. Соны бір топ сайттар, белгілі журналист Ринат Зайтовқа сыйлаған көлікті қайтадан мемлекетке сатып ақшасын құю керек деді, ол эмоцияға берілгенін айтты, бірдеңе шірдеңе деп жазып қойғанда, ұят қой былай қарап отырсың. Мен оны енді мен жеке парақшам, мен өзім білемін ғой, мен өз пікірімді қысқа ғана жаздым. Ол бір журналистік зерттеу емес, ол бір былай қарасаңыз, сонда сіз үлкен бір жаңалық тудырып отқан бір ақпараттық агенттік болып кеткен сияқты болып тұрсыз да? Сонда жазатын жаңалық жоқ па дейді. Жоқ, авторитетіңіз бар болып тұр ғой. Сізге сенеді. Аузымды ал деп күлемін ғой. Жоқ, енді яғни бізде қазір әлеуметтік медиа дамығанда бір қаптаған подкаст, бір YouTube отырып алып осы енді ананы шақырып, мынаны шақырып бірдеңеген сұхбат жасаған сондай нелер көбейіп кетті. Әрине көбейген жақсы шығар, конкуренция болады, жаңағы бәсекелестік болады. Бірақ шегі болу керек дейсіз ғой. Бірақ соны бір қадағалайтын да бір ұйым, білмеймін, керек сияқты. Себебі әркім бір ана бізде ұйым аз емес қой. Елде тексеру. Министрлік па қадағалау керек сияқты. Білмеймін, сондай жауып тастау керек сияқты ма, білмеймін, сондай сайттарды. Ол не үшін? Осындай жерде журналистік этика деген туындайды. Этика, иә. Сол қайда сол этика? Кодекс бар. Оны сақтап ешкім жоқ. Ал журналистік зерттеу деген бізде қазір мүлдем атымен жоқ дейсіз ғой. Жоқ деп айтсам мен. Енді ана арзан күлкі нәрсені біреудің көшіріп қоя салса қаяқтағы зерттеу болады? Зерттеу жасап жатқан. Бір-бірімен жарысып жатады ғой. Кім бірінші ақпарат береді, иә? Кім бірінші таңғалдырады. Сол первоисточник болу керек. Бізде қазір сондай заман ғой. Рас емес пе? Өзіңіз білесіз ғой. Бізде журналистік зерттеу деген жоқ. Бәрі сондай хайптың, арзан дүниенің жетегінде кеткен сияқты болып көрінеді маған. Сіздің жұмыс салаңызда ақпаратқа қол жеткізу мәселелері бар ма, және онымен қалай күресесіз? Оның ішінде мен айтқым келіп отқаны, мемлекеттік органдардағы баспасөз қызметтерінің жұмысына көңіліңіз тола ма, қандай баға бересіз? Толмайды. Біздің баспасөз қызметінің басшылары дейміз бе, кім жетекшілері ғой, енді жетекшілерінің нөмір бірінші қызметі сол өзінің бастығын қорғау сияқты маған. Жаңа бұқаралық ақпарат құралдарына жауап беруден гөрі сол өзінің бастығына ешкім артық сұрақ қоймаса, ешкім оның мазасын алмаса, ертең оның жауап бере алмай қалған сәтін, сұрақтан сүрініп кеткен сәтін эфирге, өзінің подкастына, жаңағы болмаса жаңағы өзінің сайтына, ютубына беріп қоймаса, тек қана соны пиар жасаса деген жұмыспен ғана жүретін сияқты көреді маған. Себебі кімге қандай сұрақ бар? Мен өзім журналист болып жүрген кезде де тура сол болған 10 жыл бұрын кәдімгі өзім жаңағы поля дейміз ғой, съемкаға шығып, үкіметке, мәжіліске барып жүрген кезде шенеуніктерді ұстап алып, министрлерді ұстап алып, сұхбат алған кезде баспасөз қызметшілері келіп, бірінші сізден қандай сұрағыңыз бар, біз алдын ала дайындалсақ деп, министр шығар біледі ғой қазір сол сұрақты қоямыз деп. Өзіңіз сұраймыз ғой, оны не үшін дайындалу керек, сіз барып қазір оны құлағына құйып бермейсіз ғой, шыққасын сразу сұраймыз ғой біз оны деп айтатынбыз. Сол қазір керісінше одан ары болып кетпесе, баяғы жартас сол жартас дейсіз ғой. Оған мына масс-медиа заңын қосыңыз, жазда қабылданған. Яғни қазір бұрынғыдай сіз үкіметте жүріп алып министрді баспалдақтың артынан жүріп қуа алмайсыз, егер сіздің сөйткеніңіз үкіметтің ішкі ережесі бойынша сол ғимараттың сәйкес келмесең, сізді аккредитациядан айырып тастайды. Мысалы, масс-медиа заңы бойынша жаңа. Яғни сіз соның үкімет болса үкіметтің, мәжіліс болса мәжілістің ішкі ережесіне бағыну керексіз. Берілген орында ғана тұруыңыз керек, қозғалмай. Сол орында берілген орында емес, өздерінің қазір бір не шығарып қойған қандай баннер. Сол баннердің алдында пресс-конференция сияқты қылып сұхбат береді, сол жерде ғана бұрынғыдай жүгіру лифтіге кіру жоқ. Біз сияқты қуып, лифтіға барып, баспалдақпен артынан жүріп, далаға шейін қуып, 20 минутқа шейін қуып, неше түрлі сұрақтар қоятын қой, ұнамайтын сұрақтар министрлерге. Қазір ондай жоқ мысалға. Қазір сондай қатаң ереже. Ана баннердің қасында сол сұрағыңызды қойып үлгерсеңіз үлгердіңіз, үлгермесеңіз ол да жоқ дейсіз ғой, иә? Сондықтан баспасөз, ал енді қазір жедел жауап беру деген жоқ. 3 күнге дейін жауап береді ғой. Иә. Сен қазір қойдың ба, өзекті мәселе күйіп тұр. Бүгін жауап бермесең, ол ертең кеш. Соны жауап бермейді. Немесе жауаптарының өзі сырғыт па жауап. Жауапта түк жоқ.
орысша ни о чем кезекші жауаптар, иә, кезекші жауаптар. Сондықтан баспасөз қызметтеріне біраз кішкене көп нәрсені үйрену керек сияқты. 30 жыл өтті ғой, немене үйренеді? Қанша жыл керек? Үйрену керек, үйрету керек, бүйтуіміз керек дейміз. Оның бәрі уже сақадай сай болып тұру керек қой, қарасаң. Білмеймін, үйренгенде мүмкін білмеймін. Баспасөз қызметіне баратын көбіне біздің өзіміздің әріптестер ғой. Журналист болып жүреді, поляда жүреді, сосын бір министрмен жақсы болып кететін шығар, білмеймін ғой енді. Сөйтіп жаңа баспасөз қызметі болып барады да, оның ар жағындағы, мен бүкіл әріптестеріме мен топырақ шашпаймын, бірақ ар жағындағы оның ойы бұл бірінші баспалдақ. Ары қаратай билікке кету ғой. Сондықтан бетегеден биік, жусаннан аласа болып жүргісі келеді. Бастыққа жағынса болды. Ол мына жақта ақпарат құралдарына, сосын кейін жаңа негізінде журналистер күні қарсаңында сыйлықтарын, торттарын, басқасын жаңа шайға шақыру деген басталады. Сонымен жүреді. Сол біз өспейміз, сол қазақбайшылық, сол білмеймін. Гүлбану ханым, мынандай сұрақ. Жалпы журналистиканың өзінің атқаратын міндеті ол қоғамдық пікір қалыптастыру керек қой. Міне жаңа шет жағасы өзіміз айтып жатырмыз. Қоғамдық пікірді не қалыптастырып жатыр? Әлеуметтік желі қалыптастырып жатыр. Телевидение, газетка жайына қалды, бір шын айтсаң. Өтірік айтқаным емес. Сіз қалай ойлайсыз, бүгін қоғамдық пікір қалыптастыруда бұқаралық ақпарат құралдарының күші, рөлі қандай? Қалыптастыра ма шынымен? Әлде ана жақтан, жоғары жақтан келіп жатыр ма бәрі? Жоқ, бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі өте аз қазір. Жаңа әлеуметтік пікірді қалыптастырып отырған көбіне бізде TikTok өзінше бір әлем. Бірақ онымен көп билік санаспайтын сияқты болып көрінеді маған. Instagram ол өзінше бір алып сатар сияқты маған. Өз жерде көбіне сауда, сосын жаңағы психологтар отырады, өзінше әдемі өмір, әдемі инста суреттер, инста өмір. Ол бөлек. Бізде Facebook қой. Осылардың кеше күліп біреу жазыпты, Instagram мен TikToктың мамасы сияқты Facebook деп. Ақыл айтып отырады деп. Бүйтпеңдер, сөйтпеңдер деп. TikTokта қарапайым халық отырады. Ол жерде ешкім не жоқ қой, бір өзі ағып жатады ғой. Бақылау жоқ ол жерде, мүлдем жоқ. Әркім жаңағы бірдеңелерді айтып жатады, кетіп жатады. Ол жерде ақпарат өте былай бір. Анау гадалкалар үйіліп жүреді ғой ішінде. Ол жерден енді адасасың шешіммен. Бұл жерде біздің билік көбіне Facebooktағы тырнақшаның ішіндегі ғұламалардың пікірімен санасып шешім қабылдайды. Сияқты. Маған мен енді қабылдайды деп қасында тұрған жоқпын олардың, білмеймін, қабылдайтын сияқты. Себебі егер өйтпесе неге бізде ақылы посттар бір-бірінен аумайтын? Несі көп бірдей, ішіндегі мазмұны бірдей, кейбір сөздер ғана ауысқан, ақылы пост бір мезетте белгілі бір блогерлер бар, аттарын айтпай қойған, топырлап шығады. Яғни, бүгін осы мәселе маңызды болып тұр екен ғой дейсің, ананы оқисың да. Шынымен сондай. Мысалы, АЭС кезінде, референдум кезінде, ойбай, АЭС бізге керек екен, АЭС, бәрі АЭС таныш болып кетті ғой. Ананың бәрі сұмдық тұрмаған. Қазір қайда солар? Бәрі АЭС таныш болып кетті ғой. Шынымен бәрі бір сұмдық, бұрыннан бір АЭСті зерттеп келатқан әйтпесе құдай-ау өзім сияқты әріптестер ғой. Мен де мысалға АЭСтің керек па, қалай өзім былай оқып шықтым, жасанды интеллекттен сұрадым, мысалға ше, сондай ғой. Жалпы өзіңіз қалай ойлайсыз, АЭС керек па шынымен де бізге? Оны айтпай ақ қой. Неге енді керек болсын, керек емес болсын, референдум өтіп салынады ғой, оның кеш деп ойлаймын ол пікір. Жалпы енді өзіңіз осы елдің азаматшасы ретінде, балаланың анасы ретінде қалай ойлайсыз? Болашаққа оның зияны бар ма, әлде пайдасы көп па? АЭС керек, егер оны біз ЛРТ-ны салғандай, Экспоны салғандай, жемқорлықтың жетегінде кетпей, мен енді өзім барынша бір қатар оқып шыққаны, жетегінде кетпей, егер оны біз шын жаңағы мамандары өзінің салып, солай жұмыс істейтін болса, АЭС керек. Неге дамыған елдер салып қолданып жатыр ғой, оның пайдасын көріп жатыр. АЭС керек. Ал бізде білесіз ғой, қалай болатыны. Ақша миллиардтар бөлінеді, жұтылып кетеді, жоқ болып кетеді, сосын 2 жылдан кейін, ой, ананың ақшасын жеп қойып, шетелге қашып кетті. Мысалға, ЛРТ-ны салғандардың бәрі шетелге қашып кетті ғой. Кім ұстады қазір? Ал жерде әлі тұр. Оның ақшасы өзінің неше жылдан кейін дейді, ақтамайды дейді, 20 жылдан кейін. 20 жыл. Әлі іске қосылған жоқ, ақша жұтылып кетті. Жаңағы ғана алдыңғы сұрағымды аяқтай салайын, жаңағы. Сондықтан бізде қандай еді? Фейсбукта айтып отырмын ғой, иә. Қоғамдық пікір қалыптастырып отырған сол биліктің өзі белгілі бір топтар арқылы деп ойлаймын. Соны жырлайды, соны айтады, анадай посттарға кешеден бері мысалға тапсырыс беріледі. Бізде сол қоғамдық пікірді қалыптастыратын Facebook дейсіз ғой. Facebook. Күшті болып тұр ғой Facebook, иә, сонда бүгін.
қоғамдық пікірді болғанда айтып отырмын ғой, қоғамдық пікір бізде кәдімгі көшедегі адаммен сөйлессең мүлдем басқа проблема, оның бар мәселесі жаңағы қызымды қалай оқытамын, мектепке қалай бүйтемін, анау мынау ақша табамын, бала шағамды қалай асырамын, оның бар есіл дерті сол. Ал Фейсбукта белгілі бір топ бар, сондай пікірді айтып отыр, и анаған қарайсың да ойлайсың, бүгінгі күн тәртібіндегі мәселе осы екен деген сияқты. И соған қарап маған билік шешім қабылдайтын сияқты болып көрініп тұрады. Ол биліктің шешімі демекші, билік сонда өзінің бір әлемінде, анау басқа халықтың мұң-мұқтажы мүлдем басқа, ол басқа әлемде өмір сүріп жатады, сонда бір-бірінің қайғыны бір-бірімен кезігеді, сондай күн бола ма өзі? Себебі біздегі көтеріп жатырған мәселелер, депутаттардың көтеріп жүрген депутаттық сауалдары болсын, сол Фейсбукта айтылған бір посттың деңгейінде ғой, мен сол посттың деңгейінде депутаттық сауал көтеріп жатады ғой. Сосын айтып отырмын мен. Шындыққа келгенде. Халық бір бөлек, билік бір бөлек, бұқаралық ақпарат құралдары бөлек бір әлемде өмір сүріп жатқан сияқты болып кетеді кейбір кезде. Кейбір кезде енді не қылып жатады. Бізде мынандай ғой, бір нәрсе болады, бір оқиға, оны Фейсбук ары кетсе 3 күн талқылайды, сосын болды, ұмытып кетеміз. Өте тез ұмытамыз, тез ұмытшақ халықпыз ше, мен сөйтіп пост жазғанмын. Мысалға, хостел өртенді, иә? Студенттер Алматыда бір топ адам өлді ішінде. Сөйтсе ішінде жатақхана жетпей, ақшасы жоқ студенттер болды екен. Содан кейін хостелдер жаппай тексеріс басталды. Бір айға созылған шығар. Ол оқиға ұмытылды. Орман өртенді. Ойбай, орманшылардың айлығы деген 100 мыңға жетпейді екен. Айлығын көтеру керек екен. Ормандағы өрт сөндіретін жаңағы көліктің түрі мынау екен, трактордың түрі мынау екен дедік. Қаралы күн жарияладық, шу болдық, қалды. Шахтерлар апат болды. Ойбай, қаралы күн жарияланды. Қазақтың туы төмен түсті. Ойбай, шахтерларға бүйту керек, мына жағдайды бүйту керек, анан не қылу керек. Қашан осылай бүйте береміз, қаралы күн жариялана берді, бәріміз аза тұттық. 2 күн айтылды, 3 күн айтылды, ұмыт болды. Бізде ондай оқиғалар өте көп та. Өте көп. Қазір айтылады, бір күн шулаймыз. Жаңа қазақ тілі мәселесіне Мұхарияпов анау бір қазақ тіліне амаған кезде құдай шуладық, өйттік, одан кейін Мұхарияповтың да басқаға да керегі жоқ. Сол мәселе сол күйінде қалды. Яғни біз системность жоқ дейсіз ғой, жүйелілік жоқ. Сол мәселелер айтылады, сол кезде бір қозғалғандай болады. Біреу стол тоқпақта бір депутат шығып айтқандай болды. Арғаратай соны зерттеп жатқан журналист жоқ. Арғаратай соны соңына жеткізіп жатқан депутат жоқ. Соны соңына жеткізіп орындап жатқан билік жоқ. Екі басты жаңа қатып қалды. Сол кезде шулады. Әлі сол жаңағы жылу жүйелерінің мәселесі әлі бітшіт. Жаз болса бізде, көктем болса су тасқыны, жаз болса өрт, қыс болса жылу мәселесі ғой. Бізде болады круглый год. Жылда сол көктемде күзде тұрып, үкімет бүйтіп ұрсып отырады, тапсырма беріп жатады, әйтеуір сөгіс беріп жатады. Сөгіс берумен әкімдер құтылып кетеді, сөгіс алумен министрлер құтылып кетеді. Зардап шегетін ең соңында қарапайым халық қой. Яғни осы мәселелер бізде ақпарат құралдарында жеткілікті айтылмайтын шығар. Парламентте жеткілікті қозғалмайтын шығар. Үкімет осыны толық істемейтін шығар. Соның салдарынан осы нәрселер бізде қайталана береді. Сонысы, орысша айтқанда обидно. Иә. Солай ғой, рас қой. Енді мынандай бір тақырып бар. Кезінде өзіміз енді кішкентай болып жүрген кезімізде, бозбала болып жүрген кезімізде, сонда пір тұтатын қазақ телевидениесінде дикторлар болатын, журналистер болатын, ауызға толтырып айтатын, ірі тұлғалар болатын. Қазір бәрі сақталып, сұйықталып кетті ма? Бір қазір бетке ұстар, ауызға іліп алатын журналист бар ма? Кімді айтар едіңіз мақтан етіп қазір? Газетте болсын, телевидениеде болсын, журналда болсын, кім бар қазір? Шерхан ағаларымыз кетті қазір. Олардың орнын басқан қандай тұлғалар бар? Телевидениеде жүрген, радиода жүрген кім бар? Кімді айтасыз қазір? Саған аузыма ешкім түспей қалды ғой. Жалпы осы мәселені қозғап көрейікші. Неге солай болып жатырмыз? Бұл да бір қасірет қой. Иә. Өйткені кеше мысалға кетпей тұрған кезінде Фариза апай деп Фаризаны ұрсынып айтатынбыз, иә. Одан кейін жаңағы айтып кеттік, Шерхан ағамыз болды. Кім болды? Мұхтар ағамыз болды, Шаханов. Сондай алпауыт, ақынды, дуалы кісілер болды. Қазір елдің намысын жыртып, телевидениеға шығып, бәріне басып айтатын, бәріне ақыл айтатын кім бар шығып? Кімді айтар едіңіз? Бүгін міне эфирге шығарып, мынау кісі халықты қазір бір нәрсеге шақырып,
ақылға шақыратын бір кім бар? Соны өзім соңғы кезде ойланып жүрмін да, қандай журналист бар бізде, қандай диктор бар, ауыз толтырып сондай дуал деймін. Ешкім жоқ қой, былай қарасаңыз. Неге сондай болып кетті? Ешкім жоқ. Неге сол бір үлкен проблема қандай? Біз сабақтастық жоқ. Біз неге соны құртып алдық біз? Журналистер осы жерде бір топ әр саладағы араласып тұрамыз өзімізше. Сонда өзіміз енді біз өзіміз біреуге ақыл айтатындай жасқа келіп қаптық қазірше. Негізі бірақ енді біздің өзіміз арқа сүйейтін, үлгі алатын ағаларымыз дейміз да, қазір ешкім қалмаған. Сосын Асылхан Мамашұлы деген Азаттықта бұрын істеген, қазір Ара медиада істеп жүр ғой, өзі жеке YouTube каналында. Сол кісіні шақырып, сіз осы журналистерге сабақ өткізсеңізші деп айтқанбыз. Соған қарағанда өте қатау. Қазір өте қатты. Мен шынымды айтайын, өтірік айтпай ақ қояйын қазір. Ешкімді телевидениедегі әріптестерім ренжімесін енді. Менің бұл жеке пікірім ғой. Ешкімді айта алмаймын мен қазір. Өйткені бәрі кейінгі буын, бәрі хайп қуады, әдемі болса, әлеуметтік желіде күшті болып жүрсе, 200-ді көбісі. Бір күні былай айтып жатса, бір Назарбаевтың заманында болған қазір. Сондай үніге көбі депутат болып кетті әйтеуір. Біразы. Бар ғой депутат болып кеткен. Депутат болып кетті, біраз депутат болып кетті әйтеуір. Жаңағы осы телевидениеде жүріп. Генерал болуды армандамайтын солдат жоқ дейді. Сіз де депутат болуды армандамайсыз ба? Мен армандамаймын, бірақ бір қоғамдық бір ұйымның бір мүшесі болып, ерекше балалардың мәселесін айтсам деген бір ойым бар негізі. Сондай бір үмітім, ойым бар. Мен оны хайп үшін немесе өзімнің жеке мүддем үшін емес, сол мәселе бізде айтылмайды да. Ерекше баланың мәселесі, ерекше бала өсіріп отырған аналардың себебі қазір білесіз ғой. Соңғы уақыттары ерекше балалар өте көбейіп кетті. Сөйлей алмайтын, тілі шықпаған, дамуында тежелісі бар балалар өте қатты көбейіп кетті. Өткенде бір статистиканы оқыдым, 40%-ға көбейген. Сонда аутист балалар деген сияқты. Олардың мәселесі бізде жоғарыға жетпейді. Бас ауырмағанның Құдаймен ісі жоқ дейді ғой қазақ. Сондықтан соны айтатын бір, білмеймін, оны айту үшін бір сондай депутат па, бір қолында бір билік болу керек қой. Сол үшін демесеңіз, ал мен жалпы депутат болып осы былай жүрсем екен деген ойым жоқ. Сіз жаңа аутизмге қатысты жақсы айттыңыз. Мен қоятын сұрағымды алдын ертерек қойып айтып кеттіңіз. Сіздің Томпи деген өзіңіз жақсы көретін кішкентай қызыңыз бар. Сол қызыңызға байланысты соның енді төңірегінде ғой бүкіл әңгіме, шын айту керек. Ол үлкен қазақ қоғамында қозғала бермейтін, қозғалса да көбісі түсіне бермейтін, түсінсе де айтқысы келмейтін, кішкене ұялатын, ұяңшық сондай бір моменттер болады. Соны жақсы, батыл әлеуметтік желіде, Фейсбукте жазып жүрген сіз. Мен өйткені оқып отырмын біраз посттарыңызды. Соның өзін оқып, көп нәрседе ақпарат аласында көзің ашылады екен. Енді мен қызыммен диагнозы сол туғаннан қойылған ғой, 3 айында қойды. Содан бері енді 6 жыл болды, міне 6 жыл болды осы баламды жеткізіп келе жатырмын. Қазір Құдайға шүкір, енді әлеуметтік желіден байқасаңыз, күнге салып отырам видеоларын. Қазір өзі жүреді, сөйлейді, түсінеді, бәрі айтқанды. Бір қараған адам оның да жаңағы кішкене сондай ерекшелігі бар екенін байқамай да қалады. Байқайды, оны бір мамандар болмаса, жай адам байқамай қалуы мүмкін. Бізде бұл қасірет, Рауан Меске айтайын, қасірет соңғы жылдары бізде осы соңғы 1-2 жыл десем болатын шығар, осы ковидтен кейін ба өте көп болып кетті. Қазір 2-ның 1 десем қателеспеспін. 2-ның 1-ның баласы тілі шықпаған, 2-ның 1-ның баласын ЗПР дейді, задержка психический развитие дейді. Жаңа психикалық дамуының тежелісі дейді қазақша. Сондай диагноздар қойылған, яғни 4-ке келген, 5-ке келген бала әлі сөйлемейді. Мектепке дайын емес. Сондай балалар немесе аутист, жаңағы истерика, гипербелсенді дейміз ғой, сондай балалар өте көп. 2-ның 1-інде менің әріптестерім арасында да көп, бірақ көбісі мен сияқты ашық жазып, мойындамайды, жұртқа білдірмеуге тырысады. Бізде қазақта көбінің маған мысалға оқырмандарынан көп хат келеді, әсіресе әйелдер күйеулері тастап кетеді, болмаса жаңа туысқандары, енесі бар, атасы бар, туысқандары бар, сенің тапқан балаң осындай ауру болды деген сияқты әйелді кінәлайды, сондай дүние. Енді ол үлкен тақырыпта бұл ше, бұған сағаттап сөйлеуге болады, бірақ мен қысқаша айтайын, жалпы бізге бұндай балаларды қазір мемлекет не істеу керек айтайын ба? Сізге балаңызды 3 жаста қойды, 2 жаста қойды, 1 жаста қойды, 5 жаста қойды, 6 жаста қойды, балаға аутист деген диагнозды қойды.
Ол дәрігер қоятын шығар, комиссия қоятын шығар, болмаса ЗПР деген диагноз қойды, болмаса балаңызға жаңа осындай мынандай коррекция керек деген диагнозды қойды. Содан кейін біздің аналар не істерін білмейді. Ары қарай не істеу керек? Ол баланы сен ешкімге айтпай үйінде қамап ұстайсың ба? Ол бала мысалы мектепке бару керек қой. Ол бала балабақшаға бару керек, мектепке бару керек, ары қарай адам болу керек, қоғамда бір мүшесі болу керек. Оны біздің мемлекетте ешкім айтпайды, себебі оның жүйеге қойылмаған. Бұрын бірдекілі болған кезде мән бермейді. Қазір соған арнайы бір бағдарлама ашу керек деп есептеймін мен. Соны жазып та айтып та жүрмін. Себебі саған диагноз қойылған күннен бастап сен неден бастарын ешкім білмейді. Бағыт-бағдар жоқ дейсіз. Бағыт-бағдар жоқ. Кімге барады, қайда барып емделеді, бұл баламен не істейді? Қазір инклюзивті қоғам, министрлер айтып жатыр ғой, керемет, әдемі сөздер. Инклюзивті қоғам деген өтірік. Инклюзивті қоғам деген кез келген мектепке жаңа ерекшелігі бар, мүгедектігі бар бала сапсау балалармен қатар оқып мектепке оқу керек. Ал бірақ бүкіл мектеп директорларымен білім басқармаларының барлығының бар мақсаты сол баланы ата-ана өзі алып кетіп, в том числе жаңағы одан бөлек 29 баланың ата-анасы алып кетіп үйіне оқытса болды. Басқаларға бөгет жасамаса болды. Ол қағаз жүзінде инклюзив. Себебі инклюзивті оқыту үшін арнайы мұғалім болу керек. Оны тьютер деп атайды. Ондай тьютерлер жоқ бізде. Оны оқыту керек. Ол ана ерекше баламен жұмыс істей білу керек. Оның қасында мысалға ол ерекше бала, жай балаға, 29 балаға мұғалім, балалар мына тақтадағы жазыңдар деп айтса, бәрі отырып жазады ғой. Ал ол балаға, әй, мынаны ал, мынаны жаз, қолыңа ручканы ал деп бір адам айтып отыру керек. Ол бала ана балалар сияқты жаза алмайды. Ол ана балалар, ол деген қуып кетуі мүмкін. Ол ручканы лақтырып тастауы мүмкін, истерика болуы мүмкін, басын ұруы мүмкін, біреуін барып басынан салып қалуы мүмкін басқа баланы. Соған ие болып, соны үйретіп, анаумен бірге оқу керек баламен. Оны тьютер маман деп атады. Сондай мамандар бізде жоқ. А бірақ қағаз жүзінде инклюзив, оған қаражат бөлінді, ұрып тұр. Енді оқытамыз сондай мамандар дейді. Ал шетелде мен сізге айтайын, мүгедек балалардың 99% сондай мектепте білім алады, жағдай жасалған. Біз мысалға ұлттық арнада сол туралы материал көрсеттік. Біздің олардан қай жеріміз кем? Енді біздің қоғам сондай. 29 баланың ата-анасы айтады, сенің балаң бұзық екен, алып кетіп үйіңде оқыт. Бүкіл 29 бала сенің балаңның кесірінен мешайт етіп жатыр, білім ала алмайтын болды. Әр бала ата-анасына, ол бала аутист, ол баламен сендер олай сөйлеспеңдер, ол баланы мазақтамаңдар, ол балаңға буллинг көрсетпеңдер. Шыдамдылық деген жоқ қой, деп әр ата-ана өзінің баласына үйретпейді. А Конституция бойынша әр баланың құқығы, сондай мектептен білім алуға құқығы бар. Ол сені ешкім мектептен шығарып тастауға құқық жоқ. А біздің байқұс ата-аналар қайтеді, ерекше баласы бар. Өзін кінәлі сезінеді да, бейшара. Өзі кетіп қалады. Өзі хат жазады да, мен баламды алып кеттім, өз еркіммен дейді, алып кетеді да, үйіне барып оқытады. Үйіне барған бала, ол ең бастысы ол бала қоғамға, ортаға бейімделу керек қой. Ол үйде тұрған бала ол хуже бола береді, одан ары болады, ол қуат, ол деген түсінбейді. А қоғамға бейімдеу, инклюзия деген сол. Инклюзия деген қағаз бетіндегі біздің жаңа шенеуніктердің есебі емес, инклюзия деген, шынайы инклюзия деген сол. Ал енді кішкентай мектепке бармай тұрғанға дейін, жаңа айттым ғой, қайда барарын білмейді, неден бастарын білмейді. Бізде бар ма мысалы мемлекетте әлеуметтік орталықтан жылына бір 2-3 рет келетін тегін реабилитация деген бар. Для галочки өтеді. 20 минутқа кіресің, специалист деген өтірік бірдеңкені айналысқан сөйтті да шығарып жібереді сенің балаңды. А соған сеніп, қансама ДЦП баласы бар, ата-аналар соған бірдеме үйренсін шешіп апарады. Ал анау кезекке тұрады. Реабилитациялық орталық бар, республикалық. Оған мен мысалы қызым 6 ай бірде-бір кезегі келген жоқ. Оған мысалы бүкіл республика кезекте тұрады. Оған мысалға 21 күн неден өтесің, реабилитациядан өтесің. Мен бір рет өзім әкімшілік нені алып, пайдаланып, соны өткенбіз. Одан кәдімгідей балам дамып шыққан. Ол енді республика бойынша жалғызсал бүкіл жаңа семейің бар, Қызылордаң, шығысың, батысың түгел келеді, мүлдем кезек жетпейді оған. Яғни тегін дүние бар, жоқ деп айтпаймын мен, бірақ оның бәрі сапасы жоқ. Сондықтан мен қызымды қазір қайда тасимын? Қызымды мен 3 сабаққа барады күніге. Бір сабағы жарты сағаттық ақылы түрде 6000 теңге. 3 сабаққа 18000 теңге төлейді. Бір күнге. Аптасына 3 рет барады. Бір күнге. Ал бар ондай қазір ақылы орталықтар өте көп. 250-300 мыңнан басталады жарты күні.
ерекше балаң болса миллионер болу керексің сен біздің Қазақстанда. Ерекше балаң миллионер болмасаң, ақшаң көп болмаса сен дамыта алмайсың. Ал ол бала дамымаған сайын ол өсіп жатыр ғой, баланың бірге гормон өседі. Ертең анау жасөспірім неге жеткен кезде ол баланы кейбір ата-аналар бар байлап ұстайды үйінде. Шыдамай, контроль жасамайды, интернетқа өткізеді амалдың жоғынан. Сондықтан мемлекет арнайы осы ерекше балаларға көңіл бөліп, жаңағы диагноз қойылған күннен бастап ата-ана қайда бару керек, не істеу керек, қандай маманға, қандай жерге көріну керек деп, пошаговый сондай инструкциясын жасайтын бір бағдарлама жасау керек деп ойлаймын. Ол бір осыған дейін неге жасалынбаған ол? Бізде мүгедек балалар ол атам заманнан бері келе жатыр ғой? Жоқ. Мүгедек балаға берейін ба, не береді менің қызыма? 69 мың қызыма 69 мың маған береді айына жәрдемақы. Сосын күніге 2 штуктан подгузник дейміз ғой, 2 данадан. Кішкентай балаға. Жөргек бала, яна. Сондай береді. Сосын жаңағы әлеуметтік қызметкер аптасына 2 рет келіп, 40 минуттан келіп ойнатып кетеді. Ата-анасы қасында болу керек. Болды, мемлекеттен маған берілген. Бүкіл жасаған жақсылығы осы. Ал ода. Анау бала тез арада қоғамға сіңісіп кіріп кетсін деген сонда бір не мақсат жоқ болып тұр ғой, ақша беріп сол құтылу әйтеуір, бара қарасаң. Менің үйімде обой жоқ. Үйімде бәрі есіктерім құлап жатыр, туалетім сынып жатыр, бірақ мен бар тапқан бос қызға салып отырмын. Себебі ол маған берілген жауапкершілік, ол менің ата-ана ретінде міндетім. Мен ол есік жоқтықтан мен әйтеуір бар ғой басымда шаңырағым, өмір сүре беремін. Ал балам ертең осы қоғамның толыққанды азаматшасы мүшесі болу керек қой, дұрыс айтасыз. Сіз жаңа дұрыс айттыңыз, қазір балалар қатыгез болып жатыр. Балалар қатыгез деп ол бір жағына жаңа сіз айтып отырсыз, ата-аналар сізге қысым, бұл моральдық қысым ғой сізге жасайтын. Сонда біздің ата-аналар осы қоғамда инклюзивті отбасылардың бар екенін көріп, соған керісінше қол ұшын беріп, көмектесудің орнына моральдық тұрғыдан сізді қысым жасап қуып жатса, ол біз балалар туралы неге айтамыз? Ата-аналардың өздері сондай сұмдық жасап жатса. Ата-аналар саналы түрде сұмдық жасап жатса сондай. Мысалға Жапонияда өткенде оқыдым, балалардың мейірімін ояту үшін жан-жануарлармен бірге өткізетін сабақ енгізіпті да. Яғни тактильді түрде жан-жануарларды сипайды, тамақ береді, неше түрлі сон мейірімін оятады екен да. Яғни біздің қоғам өте қатыгез қазір, өте мейірім жоқ біздің қоғамда. Мейірім жоқ. Бала неге буллинг жасайды, бала неге жаңағыда ол баланы мазақтайды. Себебі ата-ананың өзі сондай. Мен баланы аулаға алып шығасың ғой, ДЦП баланың немесе синдром Дауна дейміз ғой, түрлері бірдей. Кішкене енді жаңағы түрлері басқаша болады олардың. Соны мысалға көрген ата-анамен талай көргенмін. Жолама. Ол бала ауырады, жолама, бармақ қасына. Баласын айтады. Иә, баласын айтатын. Ол ДЦП жұғып кетпейді ғой. Соны айтайын, қасына барса не болады екен? Синдром Дауна жұғып кетпейді ғой. Керісінше ол бала ата-ана айту керек ол балаға. Ол бала сондай, оны солай жаратқан. Ол солай жаратылған. Оның кінәсі жоқ. Ол да сен сияқты адам. Одан сен қорықпа. Аутист деген білесіз бе? Олар өте өзінің әлемі бар ғой, ондай балалардың өзінің әлемі бар. Олар таптаза, олар мына өмірде жамандық бар екенін білмейді. Кез келген нәрсені ол жаңа агрессиясы болса, ол өзін эмоциясын тежей алмайды. Оны тежеуге оның миы жетпей, ойы жетпей тұр да. Сондықтан олар агрессивный. Олар деген оңбаған деген сөз емес, агрессивный болса аутист балалар. Оның оған ойлауы жетпей тұр ғой. Реакциясы ғой. Реакциясы жетпей, оны тежей алмай тұр ғой өзінің эмоциясын. Ол өзінің түсінбегеніне, өзінің айтқан жеткізе алмағанына, өзінің бірдеңе істегісі келіп тұрған соның несін жеткізе алмағанына ашуланады да, олар сондай агрессия шығарады. Олардың негізгі несі сол да. Соны әр ата-ана баласына түсіндірсе, мен ойлаймын, ата-аналар мысалға мен аутистен кішкентай баланы бермейді ғой мектепке. Үлкен балаларды береді ғой, 6 кемі 7-ге толған баланы береді. Мен 8-дегі қызым бар. Менің сіңлім әлсіз, оны Құдай солай жаратқан деп тұрып тақылдап сөйлеген кезде 8-дегі қызым. Мен ана бір баланы көрдім, оның да денсаулығы әлсіз екен. Мен одан қорықпадым, қасына барып сөйледім, добын сұрады, мен оған алып бердім деп айтады. Яғни менің 8-дегі қызым түсінсе, неге өзге 8-дегі балалар түсінбейді деп ойлаймын да. Яғни ол үйдегі тәрбиеден әр ата-ананың сана сезімі соған жетіп, соны баласына түсіндіре білсе, баласы солай қабылдайды деп ойлаймын. Және балаға кез келген тәрбиені сіз бір рет айтпайсыз ғой. Бір рет айтқаннан қайталап айта беру керексіз. 1000 рет түсіндіресіз ғой, мынау аяқ киіміңді мына жерге қойып қой. Мен саған күнде айтамын ғой, осы неге сен шашып тастайсың? Неге киімді жинап қоймайсың деп біз күнде айтамыз ғой. Сол сияқты бұл дүниені де сен күнде айта беру керексің. Сол кезде ғана бала қабылдайды да, бір күні болмаса бір күні түсінеді. Қазір байқайсыз ба, шетелге көшкісі келетіндер, шетелге тұрғысы келетіндер, шетелге кеткісі келетіндер көбейген. Кетіп жатқандар да бар. Кореяның өзінде 43 000 біздің отандасымыз жұмыс істеп жатыр. Себебі үмітін үзді.
жылдан жылға білмеймін, мен өзім өте оптимист адаммын, иә. Бірақ пессимизмге толы болып кеткен сияқты көрінеді маған негізі қоғам. Себебі алдыға емес артқа кетіп жатқан сияқты болып кетеміз кейде. Оның бәрі жинала келіп бір күні жарылады ғой. Қоғам жарылады. Ең қорқыныштысы да қауіптісі де осы қоғамдағы. Айтамыз, бірақ білмеймін енді. Отбасында зорлық зомбылыққа қатысты сонымен күресу туралы, иә, әйелдердің құқығы, балалардың құқығын кішкене бір жөнге келтіріп дегендей. Оның бәріне триггер болған Бишімбаевтың ісі, иә, жаңа Салтанат Нүкенова жақында 1 жыл болды сол оқиғаға. Сіздің өзіңіздің азаматтық позицияңыз қандай жалпы осы заңға қатысты? Біреулер айтып жатады, осы заңды қабылдау арқылы тым асығыстық жасап жіберген жоқпыз ба? Неге? Өйткені әйелдердің құқығын қорғаймыз деп, ертең еркектерді бейшара қылып жіберген жоқпыз ба дегендей сондай әңгімелер туады. Бишімбаев екен деп бүкіл еркектердің қандай кінәсі бар деген әңгіме туындайды. Соған өзіңіз қалай ойлайсыз жалпы осы зорлық зомбылыққа қатысты заңға? Иә, ол әңгіме тек қоғамда емес, себебі депутат Ермұрат Бапидің өзі айтқан, кәдімгі парламентте біз әкелерді тым сүмірейтіп жүрген жоқпыз ба деп. Сол кезде сол жерде отырған 98 депутаттың қаншасы отырған есімде жоқ, ду қол шапалақтаған. Яғни бізде қоғамда әлі сондай түсінік бар, әкелерді сүмірейді. Енді мысалға менің өзімде әкең келе жатыр десе қорқып өскен кезеңнің ұрпағының бірімін. Бірақ әкені сыйлау керекпіз біз. Бірақ әкені қалай сыйлау керекпіз? Қорқып емес, әкені әке болған үшін. Одан имену керекпіз. Себебі ол сол отбасының шаңырақтың иесі да, ол бізге тәрбие беретін, ол біздің маңдайымыздан сипайтын, ол бізге тірек болатын әкеміз ретінде сыйлау керекпіз. Әйтпесе әлгі баяғыда әкең келе жатыр, әкең бүгін ішіп келе жатыр деген қорқытатын еді ғой бізді, бүжей келе жатыр деген сияқты. Өйтіп ішіп келген үшін, үйге келіп ойран салып әйелін ұрған үшін, ойбай мен ұрып қоймасын, таяғының ұшы маған тиіп кетпесін деп сыйламауымыз керекпіз. Ол заман өтті. Қазір енді мен ішілей феминист емеспін, соншалықты қатты. Бірақ әйелдің мойнына бәрін артып қойғанға, әйелдің мойнына, әйелдің 40 жаны бар, әйел бір қолымен әлем тербетіп, бір қолымен бесік тербетеді деген стереотипті ұғымға мен өте қарсымын. Мысалға, айналып келіп адам өзінен бастау керек қой, менің ерекше балам бар, ол түнімен дұрыс ұйықтамайды. Бірақ соны біз жолдасым екеуміз кезектесіп қараймыз. Неге оны мен ғана қарау керекпін? Былай қарап отырсаң. Ол баланы екеуміздің ортақ баламыз ғой. Мен де жұмыс істеймін, ол да жұмыс істейді. Мен де табыс табамын, ол да табыс табады. Неге оны әйелдің мойнына ғана біз артып қою керекпіз? Неге ол әйелдің ғана мойнына берілу керек? Ал оған қарсы шықса, неге еркек оны ұру керек? Қазір заман басқа ғой. Жалпы бұрыннан да сондай болу керек та. Бұрыннан да меніңше қазақ әйелді, қызды құрметтеген. Ол белгілі бір кеңес кезінде ма, сондай бір өзі бір уақытша сондай болып кетті деп ойлаймын. Бір басқа жаққа ауып кеттік-ау деймін. Негізінде еркектер жаңағы соғыста қайтыс болды, ашаршылық кезінде еркектер қайтыс болған кезде әйел байғұс мойнына бүкіл қамытты, бүкіл жауапкершілікті мойнына алды да сүйреді да, содан біз әйелдерді сол неге салып жіберген сияқтымыз да. Сол қайтадан әйелдің мен әйелдерді қолыңа жаңағы факел алып бәрін өрте, бәрін бүйт, сен мықтысың дегенге шақырып отырған жоқпын бұл жерде. Просто әйелдің құқығы еркектен еш кем емес дегенді айтқым келеді. Ол тең дәрежеде, ол да жұмыс істейді, оның да 12 мүшесі бар. Ол да неге мысалға келін сәлем салып, келін шай құйып, келін тамақ жасап, келін ғана жүгіру керек. Сол үйдің бәрі істесін. Шынымен енесі жаңағы атасы да там бірден кейін істесін, күйеуі де бірден кейін. Үйді жинау, сен қолың түсіп қалмайды ғой. Қолың тиіп жатса, балаға сен де қара. Неге әйел ғана декретке шығу керек? Еркек те шығып қарасын. Ода тұрған ештеңе де жоқ, себебі сен ортақ баласың. Сондықтан бүкіл дүниені, бүкіл нәрсені бар жауапкершілікті әйелдің мойнына артып қоюдан мен ада болуымыз керек деп есептеймін. Ол бір. Сосын бізде мысалға қыз бала аяғы ауыр болып қалса, біз қыз баланы кінәлаймыз. Оның әкесі қайда? Сол баланы ол ауадан жасаған жоқ қой. Немесе әйел ажырасып кетсе, ой, тілінен тапқан шығар, әйелдің өзі кінәлі шығар деген айтамыз да. Ал неге еркек алимент төлеп қана әйел баланы жеткізу керек? Еркек ай сайын алимент тапқан табысынан официально
оның былай табысы да болуы мүмкін ғой. Ресми табысынан бір қанша пайыз екенін мен нақты білмеймін, бір белгілі бір пайызын береді да, қалғаны әйелдің мойнында. Баланы жеткізу, оны тасу, білесіз өзіңіз, мектебіне апару, сабағын оқыту, оның элементарны, ол бала өседі дегендей. ол бала өседі, оның күнделікті толып қалып балаң жаңа мұңын айтады, басқасын айтады, соның өзің жұмыстан шаршап бөліп өшейін деп отқан соны тыңдаудың өзі әйелдің мойнында. 3 бала болар, 2 бала болар, 1 бала болар, ол маңызды емес. Мысалға ерекше балаларды көп тастап кетеді еркектер, шыдамайды. Себебі ерекше бала ана бақыт гормонын сыйламайды екен адамға, әкесі болсын, шешесіне болсын. Ол тіл былдырлап шығып, болмаса жүріп, әсіресе ДЦП бала болсын, сені қуантпайды да. Сен қуанасың ғой, балаңның бір жетістігін көрсең. Тілі шыққан, ой, мынау сөйлеп жатыр, ой, мынау тай басты, қара деп қуанасың да, сен одан бақыт гормонын алады екенсің. Болмаса балаң мектептен 5 алып келді, бір жарысқа барып, бір жетістікке жетіп келді, суретті күшті салады, болмаса апайы мақтады, сен мақтанасың, шаттанасың, өзінше кеудеңді кересің, әй, менің балам маған тартқан дейсің. Мысалға ше. Сізде стресс ол, иә, ал ерекше бала үнемі стресс. Ол дамымайды, ол саған ешқандай бақыт гормон емес, керісінше саған стресс сыйлайды. Соны шыдамаған мысалы әкелер тастап кетеді. 99% жалпы ерекше баланы сүйреп жүрген әйелдер. Тасып жүрген де әйелдер, бағып жүрген де әйелдер, жеткізіп жүрген де әйелдер. Еркектердің шаруасы жоқ, қолын қалтасына салып шыртып кіріп жүрген шығар, мен білмеймін енді. Өйтіп бүкіл еркекке де топырақ шашпаймын. Жауапты қарап жүрген де ер адамдар бар, ер азаматтар, бірақ жалпы бірақ сондықтан ол заңның қабылданғанына мен өте қатты қолдаймын. Біз әйелдерге көмектесу керекпіз, әйелдерді жаңағы сен бақытты болу керексің, сен күйеуіңді тәрбиелеу керексің. Жақсы еркектің басын жаман әйел көрге сүйрейді, жаман еркек жақсы еркектің басын әйел төрге сүйрейді деген бір қазақтың мақалы бар ғой, керісінше айтып кеттім. Вот сол мысалға мен дұрыс емес деп есептеймін. Неге оны әйел сүйреу керек? Оның өзінің миы жоқ па ол еркектің? Неге ол өз басын өзі неге төрге сүйремейді деймін да? Мысалға сондай ғой. А неге ол әйелді еркек сүйремеу керек? Неге әйел еркекті сүйреу керек? Мен оны ұқпаймын. Әйел деген жүру керек, әйелде даму керек. Жалпы бұл әйелді, ана Әли Әшім деген менің әріптесім күшті фильмдер түсіріп жүр. Жалпы әйелдердің дамуы, анау біз тарихты оқымағанбыз ғой, қарамағанбыз. Анау кезінде басталып кеткен екен ғой. Мектепке оқытуда, әйелдерді дамытуды да сол кезде басталып кеткен екен. Біз айтып отырмын ғой, жаңағы белгілі бір кезеңде біздің бір ұлт жоғалып кеткен сияқты әйелдер бір сондай неге қатты түсіріп жібердік. Сондықтан ол салтанат заңы деп атап кеттік қой. Енді Салтанат марқұм қайтыс болғаннан кейін сол қоғам дүрлігі болса онлайн сот өтіп, ашық сот өтіп, бүкіл әр бұрыштар Бишімбаевтың соты талқыланып, жалпы біздің еркектердің қандай екені ашық жүргізіліп, содан кейін бастап жаңағы ұрған еркектердің бәрі видеолар әлеуметтік желіге шығып, қанша абьюзерлердің бар екені бәрі шыға бастады да, әйелдер өз құқығын өзі қорғап, әр үйден бір салтанат жаңағы любой нәрсені жұта береміз ғой, әйел символ болды ғой салтанат сонда. Әйел қауымы. Ой, қойшы, мен әйелмін ғой, қоя салайыншы, үндемей қоя салайын, бір ұрып кетсе де жарайды деген сияқты. Сондай дүниелердің бәрі қалқып менің бетіне шықты. Ұят болмасын шығарма қойып бір осыған дейін ұят күшті болды. Қазір ұят емес, сондай нәрсе. Сондықтан ер азаматтар ойлану керек деп ойлаймын. Сосын ірілену керек деп ойлаймын. Ірілену деген сөз күшін көбейту емес, ойлауын, дамытуын, ақылын, жалпы әйелге қол ұшын созуын, ол деген сексизм дейміз ғой қазір, сексистер, әйелдер төмендету деген, содан сондай ойдан арылу керек деймін. Ол біздің жаңағы қоғамдық пікір қалыптастырып отырған Фейсбукта неше түрлі толып отыр негізі. Ой, бірдеңе айтсаң әйел. Сосын бізде мысалы жұмыс берушілер де әйел деп қарайды. Басшыларды еркек қойғысы келеді, ер азамат қойғысы келеді, әйелдің себебі оның баласы бар екен, ол ертең босанып кетіп қалады, ол көп сұранады, стереотип қаншама. Біз солардан арылу керекпіз. Жұмыс берушілерде әйелді басшы қою керек деп ойлаймын. Мысалы біздің билікте отырғандардың өзін әйел министрлер санаңызшы, саусақпен санарлық, депутаттарды санаңызшы, саусақпен санарлық. Сондықтан әйелдерге қызмет беру керек. Әйел деген жалпы кез келген нәрсені жүйемен ойлайтын халықпыз ғой, халық емес енді әйел қауымы сондаймыз ғой. Сондықтан әйелдерге көбірек билік беру керек деп ойлаймын. Әйелдерді билікке апару керек деп ойлаймын. Депутат болсын, мәселені жүйелі көтереді. Басшылық қызметтерге, бізде басшылық қызметте еркек ер азамат болғаны үшін ғана өсіп кеткен жігіттерді білемін мен. Иә. Лайықты болмаса да ер азамат болған үшін ба? Журналистикада да сондай жігіттердің жолы болады, жігіттер тез өседі. Сәл жылтырап бір қолынан бірнеге келсе,
оның істегенін сен де істейсің, бірақ сен әйел болғаның үшін ғана ысырылып қала бересің. Олдай мен басымнан да өткен талай. Байланысы жоқ, крышаң жоқ, ештеңең жоқ, отырасың дейсің ғой. Иә, мен басымнан да талай өткен, мысалға. Оны айтпай ақ қояйын енді фактілерді, бірақ талай болған. Әйел болған үшін ысырылып қалған, жұмыста, жұмыс барысында болсын. Мансап бойынша өсуге тежелеген, шалып қалғандар қаншама, иә. Ерекше баласы бар деп те айтуым мүмкін мені мысалға. Себебі оның жұмыстан сұранасың деген сияқты. Әйтеуір ылғи кедергі жасайды, жұмыс өнбейді. Ылғи сұрана береді. Сол бір сұранған ауырған адамдар жек көреді ғой бәрі бізде. Қоғамда ауырсаң. Патриархал қоғамбыз ғой біз. Иә, мойындау керек. Қазір онлайн деген жақсы болды ғой, ковидтен кейін. Қазір онлайн, егер қолына жұмыс кеп тұрса, өз ісіңнің маманы болсаң, онлайн отырып бәрін жұмысын істеп берсең, неге үйде отырып жұмыс істеуге мүмкіндік бермеске, мысалы қараса. Қазір уақыт соны дәлелдеп берді ғой, болады екен. Бізде үндемейтін, өзінің онша пікірі жоқ, амбициясы аздау, бастықтың айтқанына көнетін адамдардың жолы болыш қой, өзің білесің. Бізде қазір оппозиция дейтін оппозиция да қалмады ғой. Күлталқан шығар. Иә, Фейсбукта да жаңағы бір топ белсендінің талтап отыратын тақырыптарының өзі өте ұсақ, кейде ұялып кетесің. Соны әңгіме отырма деп. Жаңа өткенде 4 бала өлді. Жанып кетті ме, улан өлді ме, әйтеуір өлді ғой, 4 бала өлді. Сондай ірі оқиғалар болып жатады бізде. Сондай кезде үнсіз отырады да. Жазушыларымыз болсын, олардың өзінің бір мәселесі, осы соңғы күндері айтып жүрген. Анау филиалдың бастығы кім болу керек, болмау керек, бір бүйтіп атқан дүние. Сақ түйіп. Мансап, сондай. Адамдар жеке басының мүддесін, жеке басының мәселесін жоғары қояды. Ұлт мемлекет деп жүргендердің көбіне өтірік. 20 мың теңге біреу беріп жүрсе, пошта жасалады. Мен образын айтқанда. Біреу 25 мың беріп, 5 мың үстіне қосып, анаған қарсы жазып берсің, оны да жазып салады ғой. Несі сондай? Бір сөзбен айтқанда осындай қоғамбыз енді. Осы уақыт жөнінде адамдардың пікірі екіге бөліне ма дедім. Себебі кейбір адамдар айтады, 1 сағат қой дейді. 1 сағат оның соншалықты бір 2 сағат емес, 3 сағат емес. Қазір желтоқсан келсін, 3-те қараңғы отқан кезде. Сондықтан бір аса бір, мысалға бала 4:30-да кешіп жатса, 6:30-да шығады ғой бала, 6:30, 7:30-да өзі де бәрібір қараңғы батады ғой. Сондықтан ол баса ортатын мәселе емес дейді. Ал біреулер айтады, ұйқымыз қанбай, бір түрлі болып сезініп жүрміз дейді. Шығыста мүлдем 3:30-да қараңғы батып кетеді дейді, 4-те болып. Енді мен шынымды айтайын, маған ыңғайсыздық туғызды деп айтпай ақ қояйын. Мен бұрын қалай өмір сүрдім, себебі қазмедиа дейтін қорапқа кіріп кетемін, сол 4:30-да қараңғы бата ма, 5:30-да қараңғы бата ма, маған білінбейді негізінде. Бірақ мен жаңа ерекше қызымды далаға серуендетеді ғой, ненем. Сол айтады, біз 4:30-да 4-те далаға шығамыз, дала қараңғы батып келе жатады, біз күндіз қыдырмайтын болдық дейді да. Мысалға былтыр сол уақытта ол 4-те далаға шығатын. Енді бұл да бір үкіметтің бір сәтсіз шешімі сияқты маған. Енді қараңыз, мен мына тұрғыдан қараймын, экономикалық тұрғыда 4:30-да қараңғы батса, 4:30-да 5-тің кезінде жарық, көшенің жарықтары қосылады. Автомат түрде үйде свет жағылады. Жарық, қаншама жарық шығын. Шығын, иә. Шығын. И ол біздің қалтамызды қағады деп ойлаймын. Себебі жарыққа ақша төлейміз, артығымен төлейміз. Сен уже бұрын 1 сағатта кәдімгі есептесең оны қанша жарықты жағатыныңды. И әр үйден есептейтін болсаң, ол кәдімгі. Мен сондықтан бұл экономикалық жағынан тиімді деп мен айта алмас едім. Экономикалық жағынан мүмкін үкіметтің өзінің жеке біреулерге тиімді шығар. Ойлағаны бар шығар дейсіз ғой. Иә, жарықты сатып жүрген адамдарға тиімді шығар бұл, мысалға. Сол жағынан үкіметке тиімді шығар, ал халық үшін көп жағдайда тиімсіз болды деп ойлаймын. Бізде қазір кино өте көп түсіріледі. Отандық кино соңғы 1-2 жылда қаптап кетті. Бірақ көбі 80-90% сапасыз. Қоянбаев та түсіріп жатыр, Баян Алакөзова да түсіріп жатыр, анау Дариға Бадық деген түсірді, оның киносы аншлаг болып, жаңағы
сезім үшін бет қалай еді атын ұмытып қалдым. Рекорд жасап, жаңа 1 миллиардтан астам жинады. Одан кейін олар екеуі анау Ошо ме еді, екеуі жұлдыз болып тойға телеохранительдермен барып, күзетшімен барып, кәдімгідей. Мен мысалы сол киноға барғам. Ана киноны кино емес құсық деп айтар едім мен негізінде ше. Іші тола анайы сөздер, іші тола қайдағы жайдағы, не бір мәні жоқ, не бір мағынасы жоқ, не салатын ойы жоқ. Бірақ сол біздің халыққа ұнады. Біздің қоғамның, халықтың деңгейі сол. Бірақ қоғамның деңгейі осы екен деп, ондай киноларды, мысалға мен бір қызым мультфильмге бардым. Один доманың стилінде түсірілген. Анау бала жалғыз қалып қашады да жаңағы екі үйден. Ана балаға арналған фильмнің өзінде боқтық сөздер өте көп. Соны жіберіп отыр рецензия. Иә. Яғни біздің киноларда күлдіру үшін, адамды тарту үшін боқтық сөздерді қосады, анайы күлкілерді қосады, бір хейтті қосады, бір өте бір төмен арзан деңгейде түсіреді да біздің киноларда. Заман талабы деп беріп отыр ғой енді. Иә. Баян Алагөзінде кинолары жетісіп тұрған жоқ. Мен бір киносына барған Бақыт деген. Иә, әйел тағдырын көрсеткісі келген шығар, бірақ бір онша емес енді, кішкене нелеу. Өткендегі жаңа сөзімнің басында айтып кеттім, Заманбек деген фильм мысалға, ол да сондай деңгейдегі фильм. Бір рет көресің болды, бірақ ана ішіндегі боқтық сөздер енді сұмдық. Оның қажеті қанша деймін ба? Енді киноның идеология құралы дейміз ғой. Сондықтан біздің кинолардың деңгейі, маған ұнаған фильм Талақ фильмі болды. Талақ? Дания Саламаттың Шанхайда кәдімгі орын алып келген фильм. Бірақ ол фильм біз қазір Инстаграмдағы 15 секундтық стористі тез көретін шыдамсыз халық болып кеттік қой, бір сондай бір ше. Ана кино ұзақ, қандай динамикасы жоқ кинода. Бейімбет Майлиннің әңгімесі бойынша, Талақ деген әңгімесі бойынша соның желісінде түсірілген фильм ғой. Ол фильм ой салатын фильм да, бірақ сол фильмде 4-ақ көрермен отырдық. Соның 5-еу отырдық, соның 3-еуі соткасын шұқылап отырды сол кинода. Себебі ұнаған жоқ. Менен кейін барғандарда да мен әлеуметтік желіден байқадым, бәрі айтты. Өзіміз ғана көріп шықтық дегендер болды. Сол киноны қазақтың жаңағы киімін өте кедей қылып көрсеткен, бейшара қылып көрсеткен деп сынағандары да болды да. Бірақ Бейімбет Майлиннің сіз қай әңгімесін оқысаңыз да, ашаршылық кезеңі ол. Соны шынымен халықтың басындағы жағдай, сол кезде сондай басқа нені көрсетеді. Бірақ ол фильм ой салады да адамға негізі көрген. Қазақтың сол кездегі деңгейін, сол кездегі болыстардың, сол кезден-ақ сондай бір шолақ белсенділердің болған, анау Қызыл империяның туын бәрін көрсеткен түсінген адамға. Бірақ оны түсіну үшін меніңше енді өре керек сияқты да. Өре болу керек та адамда, интеллект болу керек сәлде болса. Бірақ оны біздің қоғам жоқ болып тұр ғой. Жоқ болып тұр ғой. Сондықтан мүмкін Қазақстан ұлттық телеарнасы түсірген ұлттық жаңағы Міржақып Оян қазақ деген кино қатты бір аншлаг жинады ғой. Кассы жинады, жақсы болды. Бір сондай фильмдер мүмкін керек шығар деп ойлаймын. Бірақ мен қазір түсіріліп жатқан фильмдер, Қоянбаевтың фильмі болсын, ешқайсына мен бармаймын да, көрмеймін де, ақшаңды құрту. Оларға ең дұрысы, енді бізде жаңа қадағалау жоқ қой бәрібір. Бармай қою керек та. Бармай қойсаң, олар ақша түспесе, олар да түсірмейді. Барасың ғой, ұсынып тұрасың. Бармай қойсаң, ақша түспесе, олар түсірмейді да. Анды, мысалы, Дариға Бадық тағы бір сорақы бірдеңесін алып шықса, мен таңғалмаймын. Себебі ақша жасап қалды, ат жасап қалды. Болды. Болады екен ғой дейді. Мен түсірсем болады екен, мен деген мықты екен ғой деп тұр. Ол Дариға мен елдің бәріне жағатын $100 емеспін деп тұрған шығар. Сондықтан ондай киноларға бармай қою мен қолымнан келетіні. Басқа енді. Мысалға Түркияға барсаңыз да, жаңағы Шарм-эль-Шейхқа бардық дедік қой. Бір қарасаң дамымай қалған ел ғой сол елше. Бірақ сервисі деген, қызмет көрсету деген керемет. Ана столды жинағанда зеттілігі, туристерге деген құрметі, әдебі өте керемет та. Яғни ол жердегі мына күліп амандасады сенімен. Кез келген қызметшісі. Бізде содан басталмайды. Бізде дүкенге кірсең, осы әсіресе Астанада бір кафеге кірсең, жек көріп жауап береді ғой саған. Даяшылардың өзі бір қымбат бір кейбір жерлерде болмаса, көбіне бір шайнек шай алайын десең де тарс дегізіп алмай қойды, міндетсініп алдындағы столды бір сасып кеткен тряпкасымен келіп сүртіп алып кетеді. Ана жақта дегенде андай бір реттік қолданатын қағаздармен сүртіп
жан-жағыңды жалтыратып сені былай күтіп алады, бірақ бағасы шынымен де бурабайдан арзан. Бурабайдағы кез келген қонақ үйіне сөйтіп демалып баршы, не шомылатын жерің жоқ, не бір андай сервис жоқ, не бір дәмді тамағы жоқ. Қызметшілердің түрі неше күнге жақтыртпай орысша сөйлеп, сколько дней? Нет деп сөйтіп отырады. Бізде қарапайым даяшыдан бастап деймді, кез келген қызмет көрсету орнында мәдениет жетіспейді, этика жетіспейді, күліп қарсы алу. Өткенде көшпенділер ойын өткіздік қой. Сол кезде көп туристер қаптады ғой. Бізде мысалға пайда жасаудың, ақша жасаудың бір тиімді жолы. Білмеймін, сондай нәрсе жетіспейді. Білмеймін, оның несі шыққан жоқ қой. Қорытындысын көрген жоқ мен мәншалықты деп. Просто келгендерден, отельдерден пайда түскен шығар, былай білмеймін. Қараңызшы, Түркияға барсаң да табаныңды жалауға дайын ғой, образын айтқан кезде. Олар өте ізет, туристерді қалай құрметтейді. Өйткені сен де риза боласың да, бара бергің келеді, көре бергің келеді сол жерге ше, қайта-қайта тағы барғың келеді сол жерге ше, риза боласың. Бізде мен айтпай-ақ қояйын инфрақұрылымдардың жоқтығын, мен айтпай-ақ қояйын ол жерде ешқандай жағдай жасалмаған, элементарны қасымыздағы бурабайға барсаң, дәретхананың өзі көшеде тұратын, оның 100 теңге жаңағы маусым қызған кезде 200 теңгеге баратын сасық көшеде тұрған туалеттің дәретхана сондай тұрады ғой, білесіз ба? Бір жерге Алакөлге баратын болған кезде жолдың қандай нашар екенін, билеттің жоқтығын, ол жерге жетудің азап екенін, ол жерден демалып қайтқаннан кейін қайтудың өзінің бөлек азап екенін, ол жерге барған кезде көлдің жағасында толған қоқыс екенін, айта берсең бітпейді ғой. Сосын сен ол жерге барған күрлі нервің ойнап қайтады. Шаршап қайтасың ше, кәдімгідей ойланып қайтасың. Сондықтан ең дұрысы шетелге ұшып кету ғой. Сондықтан біз шетелді таңдаған себеп. Әйтпесе отандық туризмге ақша қосқым келеді. Білмеймін, бұл да айналып келіп сол өзіміз, қоғам, сосын билік, сол үштаған жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Дұрыс. Сіз ескі Қазақстан мен жаңа Қазақстан деп осы 2-3 жыл болды, соңғы бөле бастадық. Соған қалай қарайсыз жалпы? Дұрыс па Қазақстанды екіге бөліп тастаған? Назарбаевтың Қазақстаны дейді, Тоқаевтың Қазақстаны дейді. Енді ол белгілі бір топқа, белгілі бір адамдарға қажет шығар. Жаңа Қазақстан құрдық деп депутаттар да айтып жатады, үкімет те айтып жатады. Бірақ мен ешқандай айырмашылығын көрген жоқпын. Жаңа Қазақстанның ескі сол бір бейнелер, сол бір өзгеріс. Жалпы жаңа Қазақстан орнап жатыр ма? Бір жаңалық сезіп жатсыз ба? Жоқ, ешқандай ештеңені көрген жоқ. Керісінше керек еткен сияқтымын деп бағана айттым ғой. Өз сөзім қарсы болмайды. Жаңа Қазақстан дейтіндей не жаңа аты ғана шығар, жаңа деген сөз қосылған. Басқа ештеңе көріп жатқан жоқпын. Біздің өзіміздің жұмысымыздан алатын болсақ, жаңағы масс-медиа заңға қабылданып кері кетіп жатырмыз дедім ғой. Жаңа Қазақстан емес, керісінше кері кеткен Қазақстан дейтін едім мен. Енді мен шынайы пікірім осы, себебі ештеңе өзгеріп, ештеңе алдыға жылжып жатқан жоқ қой. Не өзгеріпті, не керемет болыпты? Қаңтар оқиғасы ма, басқа не? Сол қаңтар оқиғасынан бәрі күтті ғой, осы бір тағы селк етіп, елді оянып, бастары, көздері ашылып, жаңа бағытқа шынымен де жаңа Қазақстан орнатамыз деген келе жатырмыз. 5 жыл болды. Жоқ, мен ешқандай жаңа Қазақстан көрген жоқпын. Сол баяғы Қазақстан, сол баяғы жемқорлық, сол баяғы қоғамдағы немқұрайдылық, сол нәрсе, еш нәрсе өзгерген жоқ. Жаңа басында айтып кеттім, қай солдат генерал болуды армандамайды деп. Сіз егер де президент болып қалсаңыз, не елде алғашқы назар аударып өзгертетін нәрсе? Неге көңіл аударар едіңіз бірінші? Нені өзгертер едіңіз бірінші? Президент болып жатсаңыз. Бұл бағдарламамыздың аты мүмкін емес қой. Дегенмен де бір фантазияны қосып, өзіңіз елестетіп көрсеңіз, өйткені кеудеңізде кернеп жүрген бір мәселе болады ғой. Егер мен президент болып қалсам ертең, сондай бір туды күн. Сонда не істер едіңіз президент ретінде? Жүйені өзгерту, жемқорлықты жою, екі-ақ сөзбен айтсам. Жүйені өзгерту керек біздегі. Қалай? Ол туралы ойланбаппын негізінде, бірақ өзгерту керек деп өзгерту керек жүйені. Біз ойладық қой, міне екінші президент келді, ол да ескі жүйені өзгертеді, жаңа жүйе келеді деп. Жоқ, жүйе өзгерген жоқ қой, сол күйі қалды ғой. Жүйені өзгерту керек. Сосын жемқорлықты жою керек. Жемқорлықты жойылмай еш нәрсеге жетпейміз. Жемқорлықты жою деген анау төбедегі көкелерден бастап, ең аяғы төменгі мектепке, балабақшаға, мектепке баланы орналастырудан дейін ғой. Біреулер айтып жатады ғой, жемқорлықты ешқашан жоя алмайсың дейді. Толық жойылмаса да, енді жоғарыдағылар
өткенде бағана айттық қой сөзіміздің басында Дубайдағы асап жатыр ғой, жұтып жатыр ғой, түйені түгімен жұтып жатыр ғой. Сол жемқорлықты жоймасаң Қазақстанның қыруар ақшасы кетіп жатыр ғой, қайда кетіп жатыр? Халыққа бір мынандай бір сығындысы, ол түгілі мына тасқынға бөлінген ақшаны қайырымдылық қоры жеп қойды деп жатыр ғой. Мысалы, тасқынға бөлінген халықтың ақшасын өзіңіз ойлаңызшы, жеткен жоқ халыққа. 1,5 миллиардты жаңағы шынашақта Перизат Қайрат, ол Перизат Қайрат жеді ма, Перизат Қайраттың қасында жүрген одан үлкен көкелер жеді ма, оны бір құзырлы органдар бір алла біледі, енді анықтай жатар, мен бірақ оған күмәнім көп. Өзіңіз ойлаңызшы, қайырымдылық қорына бөлінген, тасқынға бөлінген ақша, қайырымдылық елден жиналған ақша солай желініп жатқан кезде мемлекеттің ана заңсыз активтер қайтарылған қаржы бар ғой, сол қайтарылған қаржының өзі желініп жатыр дейді қазір мысалға. Өзіңіз ойлаңызшы. Бізде кез келген салаға ақша бөлінеді, бірақ жетпейді, ол сол салаға жетпейді. Жаңа тасқын суға бөлінген ақша да, басқа да жетпейді. Бәрі жеп қалуды ғана ойлайды. Отырған кез келген әкімнің, шенеунік, ұсақ-түйек ауылдың әкімінен бастап сол айлыққа жұмыс істеп жүр деп ойлайсыз ба? Тек қана жеп қалуды, алып қалуды, қарпып қалуды, өзінің жағдайын жасап қалуды ойлайды ғой. Жасап, әне кетті ғой бір топ ескі қазақстандық Танақшаның ішіндегі шенеуніктер. Қазір бәрі Дубайда жатыр. Қашып. Мұнай қашанғы жетеді біздің? Сарқылады ғой ол да. Қазір мысалы ұлттық қорда ақша жоқ. Қарызымыз анау. Қайда кетті? Жемқорлық деп ойлаймын бұл жерде. Басты нәрсе жемқорлық, үлкен нәрсе. Соны жоймай, соны азайтпай, жоймай қояйық енді. Азайтпай, жемқорлықты кішкене жөнге салмай, ана түгімен жұтқандардың бәрін түрмеге тығып, білмеймін. Сосын шын мемлекетке қызмет ететін жастарды өсірмей, мемлекет дамымайды. Жағымпаздар емес анау президент болсын дейтін біреу қарасаң депутат болып отырады, білесіз ба? Біреу бүйтсін деген Орал сияқтылар министр болып кетті ғой мысалға. Онда жүйені өзгерту дегенде мен сол тұрғыны айттым. Ол жүйені төменнен бастап жатырмыз да біз. Төменнен сол жаңағы кім жағымпазданады, кім Фейсбукқа күшті пост жазады, қазір сол бір күні бір жерде қызметте отырады, байқайсыз ба? Сондай болып кетті ғой. Кім-кіммен суретке түсіп, соны мақтап пост жазып жүреді, сол бір күні бір қызмет ұстап отырады. Ана Самат Нұртаза деген депутат болып кетті ғой. Билікке жағымпазданып посттар жазып жүр. Рас қой? Енді сіз қанша апаңызды жылы еске алыпсыз Фейсбук десе кезде? Әжем. Әжеңізді. Қолында тәрбиелендіңіз бе? Мен 2 жасымда, бір қызық нәрседен 2 жасымда, мен 2 ұлдан кейін қыз болған екенмін да, 2 жасымда мен нағашы әжем қызын іздеп келмей ма, сөйтсе жаңағы үлкендерді көтеріп қойған, бетім қотыр, жылап жатыр екем. Мына бала неге қарамайсыңдар, әке-шешем жұмыста, бұл ешкімге керек емес па не деген ғой, сол кезде тұрып айтқан екен әкем. Біз енді ешкімге керек емес бала болып қалды деген ғой. Онда мен алып кетейін дегенде мен арқасына салып алып кеткен ғой, көрші ауылда тұрған. Сөйтіп мен сол күннен бастап әжемнің қызы болдым. Әжем мен 1-ші курс Қазнуда оқып жүрген кезімде, 1-ші курста қайтыс болды. Мен өз әке-шешемді аға тәте деймін. Мен қатты балалық травма алған балам ғой, негізі әжесі бауырына сөйтіп басып алған. Сол өзімді жетім қалғандай сезінгем. Сол әжем 88 жасында қайтыс болған кезде бәрі почти 90-ға келіп көз жұмды, той деп жатқан кезде мен дүние төңкерілгенмін мен үшін ше. Мен дипломымды алып, журналистиканы бітіріп, мәз болған кезімде мен ешкіммен ол қуанышымды бөлісетін адам таппағам. Өйткені әке-шешемнің айтып отырмын ғой, бөлегесінде әзірде араласатыным шамалы. Андасында жағдайларын білемін, енді биологиялық әкем мен шешем ғой, бірақ олар мені өсірген жоқ, маған қолдау берген жоқ, маған тәрбие берген жоқ, қолдарында өскен жоқпын. Сондықтан әжем менің өмірдегі тірегім болған. Өмірден өтіп кеткен сәттен бастап өз өмірімді өзіме қолға алып, өз өмірім өзім жауапкершілігімді алып өскен. Сондықтан да шығар, кейбір кезде ешкімнен қорықпай, тайсалмай айта беретінім сол әжемнің тәрбиесі шығар деп ойлаймын. Әжем енді басқасы бір төбе, мені бір төбе көріп өсірді, тәрбие берді, мықты кісі болды, ашаршылықты көргенін айтатын, қоңыздың етін, қоңызды отқа қақтап жедік деп айтып отыратын, күйеуі соғыста қайтыс болған 43-ші жылда, сондай мықты адам болды. Әжем марқұм әруағы риза болсын. Сол кісінің тәрбиесі, сол кісі мені көп нәрсеге үйретті. Өзі қаттанмайтын, бірақ менің оқығанымды қалайтын. Тоқыма тоқып отырып, маған үйретші десем,
үйренсеңші, осыны тоқып етің, ақша табасың деген кезде әже мен оқу емес, тоқып емес оқып табатым ақшаны деп айтып күлетінмін да. Сол кісінің маған берері өте мол болды, бергені мол болды. Менің қызым журналист деп мақтанатын. Просто менің өкінетінім, мен сол бірінші курста студент болып жүрген кезімде кетіп қалды да, кейін ақшам болып, әжемді театрға апарсам, әжеме елді көрсетсем, жерді көрсетсем деп армандайтынмын сол кезде. Сол арманыма жете алмай қалдым. Әрине өкінішті, бірақ дегенмен де жақсы естелік жазыпсыз. Сондай естелікті көріп бір марқайып қаласың, жақсы болып қаласың. Гүлбану, сізге ханым көп рахмет айтамын. Мынау уақыт тауып бүгін студиямызға келіп, үлкен елімізде болып жатқан қоғамдағы құбылыстарды ортаға салып, зерделеп, ой талқыдан өткізіп, ой сүзгісінен өткізіп, өзіңіздің пікіріңізді білдіргеніңізге мың алғыс деймін сізге. Өйткені шын мәнінде осындай батыл пікірлерін ортаға салып жеткізу әрбірдің қолынан келе бермейді. Шын мәнінде журналистік жаңағы көзқарасыңызды білдірдіңіз. Сізбен енді мен ойлаймын, тағы да уақыт түсіп жатса, мүмкіндік болып жатса, болашақта дағы бір кездесіп, бір осы бүгін болған әңгімемізді ой сүзгісінен, уақыт сүзгісінен өткізіп, бір күліп, мынау болды болмады деп тағы да қорытындылап жатармыз. Студиямызға келгеніңізге тағы да рахмет, сұхбатыңызға. Көрермендер, біз сіздермен де қоштаспаймыз. Егер де біздің бүгінгі подкастымыз көңілдеріңізден шығып ұнап жатса, міндетті түрде лайк қойыңыздар. Қазір Гүлбану ханым, мынандай бір тренд бар ғой. Тек қана біз сапасына қарамаймыз, санына да қарайтын заман болып қалды ғой. Өйткені лайк керек, сосын кейін репост керек, сосын кейін подписка деген бар, соған жазылып көрермендерге айтарым. Бүгінгі мынау Гүлбану ханыммен бірге болған сұхбатымызға лайк қойыңыздар. Астында міндетті түрде комментарий жазыңыздар, егер де талқылайтын тақырыптар болса ұнаған өздеріңізге. Және де бөлісіңіздер достарыңызбен, біздің арнаға жазылыңыздар. Келесі көріскенше.